Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздермен мақ қосылған пирогтың түрімен бөлісетін боламын. Рецептке керекті заттарды описаниемда қалдырамын. Пирогтың жасалу жолы өте оңай әрі қарапайым болып келеді. Жасап көрсеңіздер болады. Пирогқа қажетті заттар: ұн, жұмыртқа, қант, мак, қопсытқыш және майонез қажет болады. Ыдысқа алдымен құрғақ ингредиенттерімізді салып араластырып алатын боламыз. Ұнды, үстіне қопсытқыш, сосын макты салып жақсылап араластырамыз. Үстінен қантымызды салып тағы араластырамыз. Енді жұмыртқамызды үстінен майонезімізді салып жақсылап араластыратын боламыз. Біздің массамыз міне дайын болды. Енді осыны табаға құятын боламыз. Табаға құймас алдын табамызды кішкене сұйық маймен майлап аламыз. Массаны біркелкі етіп табаға салып болғаннан соң қызып тұрған печкада 180 градуста 20-30 минуттай пісіріп алатын боламыз. Пирогтың піскенін таяқша арқылы тексеріп көрсеңіздер болады. Мен пирогтың бетіне қант ұнтағын септім. Осылай сіздер де осылай жасаңыздар болады. Сіздермен бірге болған мен Мадина. Каналыма лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз.